Елімізде жат ағымның жетегінде кеткен азаматтардың саны 16 мыңға жеткен. Бұл туралы экстремизмнің алдын алу саласындағы мамандарды қайта даярлау институтының ашылу кезінде Дін істер комитетінің өкілі айтты. Енді оларды дәстүрлі дінге қайтару маңызды болып отыр. Сол себепті Алматыдағы Нұр-Мүбарак университетінде жат ағымның жетегінде ергендерді тәрбиелейтін мамандар дайындау ісі қолға алынбақ. Осы мақсатта әр өңірден 20 имам жиналған. Оларға Мысырдан шақыртылған ұстаздар 2,5 ай бойы дәріс өткізбек. Ең басты талабымыз жаңағы имам араб тілін толық білген болу керек. Өйткені жаңағы арабша сабақ беріледі толықтай. Және ары қарай діни шарғи кітаптарды тереңірек меңгерген болу керек. Іліміне қарап жинайтын боламыз. Шетелдік профессорлар арнайы әдіс-тәсілдер арқылы сауаттылықты арттырып, теріс ағымның арбауына түскендерді қалыпты ортаға бейімдеуге күш салмақ. Дін істері комитетінің мәліметінше, лаңкестік топтарға азаматтарды тарту көбіне ғаламтор арқылы жүргізіледі. Әлеуметтік желілерде өздерінің арнайы жабық топтарын құрып алып, сол арқылы насихаттап жатады. Сонымен қатар олардың интернет желісінде болмаса кәдімгі табиғи жолмен діни әдебиеттері, діни кітаптары таралып жатады. Соңғы уақытта біз осындай мәселелерге қатты көңіл бөліп жатырмыз. Осы бағыттағы жұмыстардың барлықтары мен ойлаймын, осы өзінің жемісін береді және осы қазіргі уақытта біздің еліміздің аумағындағы 15 мың, 16 мың шамасы деп айтып жүрген радикалдық жат ағымға кетіп азаматтарымыздың біз көпшілігін өзіміздің ортаға қайтардан бейімдейміз деген сенімдеміз. Айта кетейік, Дін істері комитеті ел аумағында мемлекеттік басқару жүйесін исламға ауыстырамыз деп ниялауыздыққа үндеген 22 ұйым анықталып, олардың қызметіне соттың шешімімен тыйым салынғанын айтты.